сәждені құрмет ретінде басқа біреуге қылса болады. Естідің бе? Естідіңіз бе? Тағы да сөйтіп адамдар бір-біріне құрметпен сәжде жасайтын. Біздің шариғатымызда ол харам етілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір күні Муаз радиаллаху анху келіп сәжде жасады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеп жатсың деді. Мен Шам өлкесінде болдым. Басқа дін өкілдерінің өздерінің дін басыларын осылай құрметтегенін көрдім. Мен де сені осылай құрметтегім келді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай жасама деді. Егер пендеге сәжде жасауына рұқсат болғанда, мен әйелдерге, күйеулеріне сәжде жасауға бұйырар едім деді. Яғни біздің дінімізде харам болды. Біздің дінімізде харам болды. Естідің бе сен? Бұл рафидилердің сөзі да. Сәжде ибадат емес деп. Сәждені құрмет ретінде басқа біреуге қылса болады. Естідің бе? Естідіңіз бе? Тағы да сөйтіп адамдар бір-біріне құрметпен сәжде жасайтын. Біздің шариғатымызда ол харам етілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір күні Муаз радиаллаху анху келіп сәжде жасады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеп жатсың деді. Мен Шам өлкесінде болдым. Басқа дін өкілдерінің өздерінің дін басыларын осылай құрметтегенін көрдім. Мен де сені осылай құрметтегім келді деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұлай жасама деді. Егер пендеге сәжде жасауына рұқсат болғанда, мен әйелдерге, күйеулеріне сәжде жасауға бұйырар едім деді. Яғни біздің дінімізде харам болды. Біздің дінімізде харам болды.